Ассалаумағалейкум достар. Мен бүгінгі шығарылымда тарихтағы ең жұмбақ әрі құпияға толы оқиғамен бөлісетін боламын. Сондай оқиғалардың бірі Дятлов асуының құпиясы. 1959 жылы орын алған бұл оқиға әлі күнге дейін талай ғалым мен зерттеушіні таңғалдыруда. Бірақ бастамас бұрын арнаға жазылып, лайк басып қойыңыз. Себебі бұл бізге жаңа қызықты видеолар жасауға мотивация береді. Шайларыңызды құйып дайын бола беріңіздер. Ал біз бастаймыз. 1959 жылы КСРО-ның сол кездегі ең беделді техникалық оқу орындарының бірі Орал политехникалық институтының 9 студенті экспедицияға шығады. Экспедицияны Игорь Дятлов есімді тәжірибелі студент басқарды. Топ құрамында 7 ер адам мен 2 әйел болды. Барлығы туризммен айналысатын тәжірибелі альпинистер еді. Олардың мақсаты КСРО-ның солтүстік бөлігіндегі ең қиын маршруттардың бірін бағындыру және екінші дәрежелі туристік жорықтан үшінші дәрежеге көтерілу еді. Дятлов тобы 23 қаңтарда пойызбен жолға шығып, 25 қаңтарда Ивдель қаласына жеткен. Сол жерден жүк көлігімен Вижай ауылына барған. 26 қаңтар күні олар жаяу жорықтан бастап солтүстік Орал тауларына қарай аттанды. Игорь Алексеевич Дятлов 1936 жылы 13 қаңтарда Свердловск қаласында дүниеге келген. Ол бала кезінен ғылым мен техникаға қызығып, әрдайым жаңа нәрселерді үйренуге ұмтылатын. Мектепте үздік оқыды және физика мен математикаға ерекше қабілеттілігімен көзге түсті. Орта мектепті бітірген соң Игорь 1954 жылы Орал политехникалық институтына оқуға түсті. Ол радиоинженерия факультетінде оқып, электроника мен радиотехника саласында жақсы нәтиже көрсетті. Университетте оқып жүріп, радиоқұрылғылардағы жобалау және құрастырумен айналысты. Ол тіпті өздері жасаған шағын радио қабылдағыштарды тау жорықтарында қолдану үшін алып жүретін болған. Студенттік жылдары ол спорттық туризмге, әсіресе альпинизм мен шаңғымен жүріп өтетін ұзақ қашықтықтағы жорықтарға қызыға бастады. Университеттің туризм клубына қосылып, бірте-бірте тәжірибелі туристердің қатарына енді. Ол жетекшілік еткен топтар бірнеше күрделі жорықтарды сәтті аяқтап, оның ұйымдастырушылық қабілетін дәлелдеді. Дятлов өте талапшыл, бірақ әділ жетекші болған. Ол жорықтарға қатысатын студенттерден тәртіп пен жауапкершілікті қатаң талап ететін. Оның достары мен серіктерінің айтуынша, Игорь қиын жағдайларда тез шешім қабылдай алатын және әрқашан тобындағы адамдардың қауіпсіздігін бірінші орынға қоятын. Қорытындылай келсек, Игорь Дятлов тек тәжірибелі турист қана емес, өз ісіне берілген жауапкершілігі мол адам болды. Ол әрдайым өзінің тобын алға жетелеп, қиындықтарды жеңуге тырысты. Оның есімі тарихта қалды. Экспедицияның басты ерекшеліктерінің бірі олардың жорық барысында күнделік жүргізуі және камералармен үнемі суретке түсіруі болды. Бұл күнделіктер мен фотолар тергеу үшін маңызды айғақтарға айналды. Оларда топ мүшелерінің көңіл күйі, ауа райы жағдайлары, маршруттың күрделілігі және басқа да мәліметтер қамтылған. Дятлов тобы бірнеше күнделік жүргізген. Топтың ресми күнделігі мұнда бүкіл экспедиция барысы сипатталған. Жеке күнделіктер әрбір қатысушы өз ойлары мен сезімдерін жазып отырған. 23 қаңтардағы жазбада олар сапарға үлкен үміттен шыққанын, жорыққа дайын екендерін жазады. 27 қаңтарда топ мүшелері жолдың қиын екенін мойындайды, бірақ көңіл күйі жоғары болған. 30 қаңтарда ауа райының нашарлағаны туралы жазылған. Боран күшейіп, аяз қатая бастаған. Соңғы күндері жазбаларда қысқа нақты сөйлемдер көбейген. Бұл олардың қажып шаршағанын білдіруі мүмкін. Ең жұмбақ жазба. Соңғы жазбалардың бірі 31 қаңтарда жазылған. Онда біз жай ғана күлеміз, ал ертең не болатынын кім біледі деген сөйлем бар.
Бұл сөйлемнің мағынасы әлі күнге дейін белгісіз. Кейбіреулер оны қарапайым әзіл деп санайды, ал басқалар оны қорқынышты алдын ала сезу ретінде қабылдайды. Топтың камераларынан алынған соңғы суреттер зерттеушілер үшін үлкен қызығушылық тудырды. Оларда туристердің шаттар құрып жатқаны, қар басқан орманды жерлер, кейбір кадрларда топ мүшелері күлімсіреп тұр. Бұл олардың басында ешқандай қауіп жоқ екенін көрсетеді. Бірақ соңғы түсірілген фотолардың бірі жұмбақ болып қалды. Бұл суретте қараңғыда түсірілген әлдебір жарқыраған жарық көздері көрінеді. Кейбіреулер оны тылсым құбылыс немесе ракета жарығы деп санайды. Басқалары бұл фото кездейсоқ жарықтың әсерінен бұлыңғыр шыққан дейді. Қорытындылай келсек, Дятлов тобының күнделіктері мен фотолары әлі күнге дейін бұл оқиғаға қатысты жұмбақтарды аша түсетін маңызды айғақтар болып саналады. Олардың жазбалары жай ғана туристік күнделік пе, әлде бір нәрсенің ескерту үшін қалдырылған құпия хабар ма? 9 студент 23 қаңтарда жорыққа шығып, 1 ақпан күні Холод Сехл маңында лагерь құрды. Бірақ 2 ақпаннан кейін олардың тірі қалғаны туралы ешқандай хабар болмады. 26 ақпанда құтқарушылар экспедицияны іздеп тауып, олардың жыртылған шатырын қар астынан тапты. Бұл жерден бастап оқиғаның түсініксіз тұстары басталды. Шатыр іштен жыртылған, яғни туристер өз еркімен емес, бір нәрседен қатты қорқып, тез арада сыртқа шығуға мәжбүр болған. Жолда аяқ киімсіз жүгіріп кеткен іздер табылған. Минус 30-40 градус Цельсий суықта мұндай әрекет ақылға сыймайды. Кейінірек барлық денелер шатырдан бірнеше 100 метр қашықтықтан әртүрлі жағдайда табылды. Олардың денесіндегі таңғаларлық жарақаттар туристердің денелерін зерттегенде мынадай ерекшеліктер байқалды. Кейбірінің сүйектері сынған, қабырғалар мен бас сүйектері қатты зақымданған, бірақ сыртқы жарақат болмаған. Яғни мұндай жарақат күшті қысым әсерінен пайда болуы мүмкін. Бірінің тілі мен көзі жоқ еді. Кейбір киімдерде радиация қалдықтары табылды. Көпшілігі гипотермиядан көз жұмған, бірақ денелері табиғи өлімге ұқсамайтын күйде табылды. Осы уақытқа дейін Дятлов тобының өлімі туралы бірнеше теория бар, бірақ олардың ешқайсысы толық дәлелденген емес. Кейбір зерттеушілер қар көшкіні экспедицияны шатырдан асығыс шығуға мәжбүрледі деп санайды, бірақ оқиға орнында қар көшкіні іздері болмаған. Шатыр ылдида емес, жазықтау жерде орналасқан, яғни көшкін қаупі аз. Денелер қар астында терең көмілмеген. Егер нағыз көшкін болса, олар тереңірек көмілер еді. КСРО 1950 жылдары ядролық және басқа да құпия қаруларды сынақтан өткізіп жүрген. Бұл теория бойынша туристер кездейсоқ сынақ аймағына кіріп кеткен, немесе зерттелмеген қарудың әсерінен қаза тапқан. Кейбір денелерде радиация іздері бар. Куәгерлер түнде аспанда қызғылт сары шарлар көрген. Бұл баллистикалық зымыран сынақтарына ұқсауы мүмкін. Бірақ әскери сынақ жүргізілгеннен ақ дәлелдер жоқ. Ал КСРО мұндай ақпаратты әлі күнге дейін құпияда ұстайды. Манси тайпасы бұл аймақта ертеден өмір сүрген. Кейбіреулер жергілікті тұрғындар туристерді қасиетті жерді басқан үшін өлтірді деп болжайды. Бірақ денелерде ұрып соғу, кесу, шабу іздері жоқ. Манси халқы өте бейбіт халық. Бұрын соңды туристерге шабуыл жасаған емес. Лагерде басқа біреулердің іздері табылмаған. Бұл теория бойынша туристерге белгісіз тіршілік иелері немесе аномальды құбылыстар әсер еткен. Аспанда көрінген қызғылт сары шарлар белгісіз күштің әсері болуы мүмкін. Кейбір зерттеушілер денелердегі жарақаттарды ультрадыбыс немесе электромагниттік
толқындардың әсері деп түсіндіреді. Бірақ бұл теория ғылыми дәлелденбеген. Неге шындық ашылмады? КСРО кезінде бұл оқиға қатаң құпия сақталды. 1959 жылғы тергеу ісі табиғи күштердің әсерінен қаза болды деген қарапайым қорытынды жасады. Бірақ іс материалы бірнеше рет жабылып қайта ашылған. Кейбір құжаттар әлі күнге дейін жоғалып кеткен немесе құпия болып тұр. 2019 жылы Ресей билігі істі қайта қарады, бірақ ресми нұсқа ретінде қар көшкінін ұсынды. Оған көп адамдар күмәнмен қарады. Шынайы себеп қандай? Дятлов осындағы қайғылы оқиғаға нақты не себеп болғанын ешкім білмейді. Бірақ бұл оқиға адамзат тарихындағы ең үлкен жұмбақтардың бірі болып қала береді. Дятлов тобының өлімінің себебіне қатысты әртүрлі теориялар бар. Оларға кеңес үкіметі бір топты өлтіру үшін жіберген болуы мүмкін. Жарақаттар өте күмәнді. Кейбір туристердің қабырғалары сынған, бас сүйектері жарылған, бірақ сыртында көзге көрінетін жарақаттар болмаған. Мамандар мұндай жарақаттарды көлік соқтығысы немесе қатты қысым әсерінен болуы мүмкін дейді. Бұл қару қолданылғанын көрсететін белгі болуы мүмкін. Кейбір денелердің радиоактивті болуы. Бұл олардың ядролық сынақ аймағына кіріп кеткен немесе оларды арнайы құралдармен өлтіргенін білдіруі мүмкін. Кеңес үкіметінің күмәнді әрекеттері. Тергеу ісі өте жылдам жабылды. Оқиға орнына бөгде адамдардың баруына тыйым салынды. Құжаттардың кейбір бөлігі құпия сақталып, жоғалып кеткен. Әскерилердің араласуы мүмкін. Кейбір теорияға сүйенсек, Дятлов тобы Кеңес одағының әскери құпиясына кездейсоқ тап болып, сол үшін өлтірілген болуы мүмкін. Немесе оларды КГБ агенттері тыңшы деп ойлап, жойған болуы мүмкін. Бірақ бұл теория нақты дәлелденбеген. Бірақ кеңес үкіметтің көптеген құпия операциялары кейін белгілі болған ескерсек, мүмкін емес деп те айта алмаймыз. Осы кезде бір сұрақ туындайды. Егер бұл шынымен солай болса, неліктен үкімет оны жасырғысы келді? Әлемде қанша адам бар, сонша пікір бар дегендей. Мүмкін Дятлов тобы кеңестердің құпия өзге ғаламшарлықтарды қарсы алып, оларға эксперимент жасайтын аймаққа кіріп кеткен болуы мүмкін. Немесе басқа тіршілік иелеріне зерттеу жүргізетін жаққа кіріп кеткенінен болуы да мүмкін. Бірақ бұл теорияны қолдайтын бірнеше факті бар. Куәгерлердің аспанда көрген белгісіз жарықтары. Дәл сол түнде Дятлов тобы қайтыс болған аймақта бірнеше жарқыраған ұшатын объектілер байқалған. Оларды басқа туристер мен жергілікті манси тайпасының өкілдері көрген. Қатты радиациялық фон. Кейбір туристердің киімдерінен радиация табылған. Егер олар құпия эксперименттік аймаққа кіріп кеткен болса, радиация әсеріне еткен болуы мүмкін. Кеңес үкіметі бұл аймақтың 3 жылға жабылуына бұйрық берген. Бұл да құпияны күшейте түседі. Туристердің таңғаларлық мінез-құлқы. Неліктен олар шатырларын ішінен жыртып, аяқ киімсіз далаға жүгіріп шықты? Немесе егер олар адам қолынан қашып бара жатса, шатырдың шығатын жерін пайдаланып, асықпай қашуы мүмкін еді. Бірақ олар бір нәрседен қатты қорқып, логикалық ойлау қабілетін жоғалтқандай. Бұл өзге ғаламшарлықтардың психологиялық әсер ету мүмкіндігімен де түсіндірілуі мүмкін. Бұл рас болса, кеңес үкіметі өзге ғаламшарлықтармен байланысын әлі күнге дейін жасыруы мүмкін бе? Иә, өйткені КСРО жұмбаққа толы мемлекет. Оның ескі тарихтарына үңілсек, талай таңғажайып нәрселерді көреміз. Олар тіпті сол кездегі ең бай, әрі ең бақытты ел ақш-тан бұрын ғарышқа ұшты. Талай технологияларды игерді. Олардың өзге ғаламшарлықтармен байланысы бар екені шындыққа жақын. Дятлов асуының құпиясы туралы теориялар өте көп. Бірақ олардың ешқайсысы әлі күнге дейін толық дәлелденген емес. Құрметті достар, егер сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк баса кетіңіз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін үлкен мотивация. Қош, сау болыңыздар.